байқағыштығы басым болатын. Сонау ол кісі таңертең ерте келмейтін, сағат 11-лерден кезінде ақ құйрық қара шайға тойып, шайға қанып, терін сүртеп болғаннан кейін маң-маң басып келе жататын. Сол студияның коридорды өте биік болатын, өзі кең болатын, өзі баяғы оперный театрдың орны ғой. Сол кең залда аударылып, төңкеріліп, жоғары қарай өрмелеп бара жататын күнде. Ал бірақ ол кісінің тағы бір қасиеті, жоғары шығып алған екен, жоғарыға көтерілгесін 3-ші этажда аударма бөлімі болатын, дубляж деп аталынатын. Сол бөлімге, қараңғы бөлмеге кіреді, сол қараңғы бөлмеден кешкі 5-6-ға дейін шықпайды. Жанында редакторы мен укладчигі болады, алдында экран. Бірақ міне сол экранды осы қанша адам істеп жүр ғой, қанша актер істеп жүр, сол экранды осы Майрадай түсінетін, Майра апайды сезінетін адам бола қойған жоқ шығар. Майра апай мынау дубляж дегенде уақытында укладка дейміз, жаңағы сөздердің орнына қою, сөздің салмағын анықтау келген уақытында ол кісі бір көретін эпизодты 2-3 көріп алады. Сонан кейін барып өзіне кәдімгі жаңағы қарап отырып, дегенде бір сезімменен барып, одан кейін барып жаңағы сөйлемге құруға кірісетін. Ал енді мынау детективный фильмдерде ол кісі көбіне көп қатар отырып, текст жасап отырған уақытта, анау геройдың образын шығару кезінде үнемі айтатын. Мынау ең шешу сөзді басында беріп қоймаңдар. Детективтің негізі мақсатының өзі жұмбақ болу керек, құпия болу керек, сыр жату керек. Ол сырды сен де сезбеуің керек, көрермен де сезбеу керек. Ал енді көрерменді кәдімгі қолақпандай салмақ сөзден айтатын, фильмнің соңында айтатын ойды, сөзді беріп қоятын болсаң, онда сен түсінбегенің, онда детективтің табиғатына жат қимыл жасағаның дейді. Қыз жібектің қазақшасында сол Майра апай жасады. Сонда жаңағы тіптен үлкен геройлардың былай қойғанның өзінде, сонда Төлегеннің бір эпизоды бар. Атпен келе жатады, сондағы шомылып жатқан жас қыздардың шомылып жатқан, көлде шомылып жатқан кезі болады. Соған жақындап келе жатқан Төлеген менен Шегенің бір эпизоды бар. Сол кезінде жаңа қыздардың күлкісі ана жігіттердің буынына түсетіндей, жүрегін шымырлататындай күлкі керек болды. Сол кезде бүкіл актерлардың барлығын жиып алып кеп, жас қыздардың даусы жақсы күле алатын, сиқырлы күлкісі бар адамдар іздей бастады. Соның ақыр аяғында сол дубляж жасайтын, күләш дейтін бір ассистент болатын. Сол кісінің күлкісі, оның да енді жас кезі ғой, бір әлі 30-дың о жақ бұжағында, расында да бір сиқырлы күлкі болады. Келе келген уақытында жаңағы ешкімді алмай, жаңағы күләштің өзін экранның алдына әкеліп күлдіріп, сон бірнеше дубль жасап, мына күлкі сиқырлы күлкі, мына күлкі қу күлкі, мына күлкіде ой бар күлкі, мынау парасатсыз күлкі деп сол күлкінің өзін жіліктеп отырып, ең ақыры мына күлкі, мінекей, сиқырлы күлкі осы, Төлеген жібітетін күлкі осы, Шегені жібітетін күлкі осы. Деп осы күлкіні алды да кейін экранға жаңағы жерге орнына қойып көп жіберген уақытта шын мәніндегі бір көрерменді селт еткізетін, елең еткізетін жай ғана күлкіменен. Я сөз жоқ, басқа жоқ, сол күлкіменен де міне осындай. Міне дубляждың құдіреті дегенде осы. Міне Майра апамыздың ерекшеліктері осындай тап басушылық, осындай көрегендіктері. Тағы да бірде болды, осындай фильм жасап жатқан уақытта, осы қазақ фильмінің, Абдулланың фильмі ғой деймін, осы бандыны қуған Хамит болу керек. Сол кезінде Ыдырыс Ноябаев атпен келе жатады. Сырт көзге қараған уақытында кәдімгі қалғып келе жатқан адам сықты. Соны жаңағы аузына сөз салу кезінде Майра айтты, мынау сыртта ұйықтап келе жатқан мен, мұның жан дүниесі үлкен поступкаға дайындалып отыр. Сондықтан ішкі бұлқыну бар мұның. Анау көз ұйықтап жатқан уақытта бетінің көрдіңдер, мына оң жақ бетінде жыбыр еткен бір белгі бар. Ол іштей тынымсыздықтың, іштей әрекеттің белгісі. Сондықтан оған кәдімгі ширақ сөз беру керек, ұтымды сөз беру керек. Былай қарағанда оны ешкім де байқамайды, ешкім де көрінбейді. Ал бірақ Майра соны көреді. Расында да сол жерге апарып жаңағындай тірі сөз салған уақытында
кейін экрандағы бар нәрсені режиссердің ойлаған ойын тірілтіп ары қарай дамытып алып кетеді. Тіпті бір жолы баяғы атақты кімнің Василий Шукшиннің Калина Красныясын жасап жатқанда да бір осындай эпизод болды. Бір қызығы дубляжға келген классикалық фильмдердің барлығын Майра жасайтын. Одан басқа біреулер мен жасайын деп жұлып алуға шамасы келмейтін, өйтіп айта алмайтын да. Ол кісінің жаңағы мысы басып тұратын ба, өзінен өз жұрттың бәрі Майра апай, мына сіз жасамасаңыз болмайды дегенге алып келетін. Сол жаңағы Калина Красныяның жасалынып жатыр. Соның укладкасы бар. Соның бұрынғы күйеуінің бұл моншаға түскен уақытта кейінгі Шукшинге айтатыны бар. Сен мына іш киімді кие бер, бұл жуылған, өтектелген бұрынғы күйеуімдікі деп. Енді сонымен келеді дағы жаңағы бұрынғы күйеуі мен кейінгі күйеуінің бір кездесетін жері бар. Сол кезінде орыс тілінде бір-ақ сөз тұр, Шукшиннің аузынан шығатын «ты мудак» деген. Сол мудакқа осы қыз қатысы Шукшин. Ол фильмнің редакторы Жүсіп Қыдырып болатын, кәдімгі белгілі ақын, жазушы, күйші дегендей. Сол анау сөзді айтты, мына сөзді айтты, ананың мағынасын бермей жатыр ғой, ана екеуінің ішкі характерін ашпай жатыр ғой деп. Ақыр аяғында кім Жүсіп шамалы қызарақтан қырап, үйіне кетіп, ертесіне 2 бет жазып кетті жаңағы, әртүрлі ренжіс, боқтау сөздердің. Соның да біреуі де қабылданған жоқ. Сонда Майраның бір қызығы соған өкінбейтін. Бір күн болса бір күн, 2 күн болса 2 күн өзі ойланады, айналасындағыны ойландырады. Бірақ сол ой жиналып келгенде анау жасалатын фильмнің, көрсетілетін фильмнің кәдімгі әсірелей түсетін, маңыздандыра түсетін нәрселері болатын. Соның ақыр аяғында жаңағы Қыдырдың, Жүсіп Қыдырыптың да сөз өтпей, сол уақытта бүкіл редакторлардың ішін Аяған Сағайып дейтін бір шал болды. Ол өте сөздің қадірін білетін, оны өкен түсініп қарайтын кісі. Сонда айтады, ай, соны қошқардың қоржынтайы десек қайтеді. Босқа салпақтап жүрген. Сонда Майра төмен қарап, жоғары қарап отырып қалды. Ай, мынау дұрыс сөз. Мынау жаңағы бұрынғы күйеуін түк көтермейтін, салпақтап жүрген адамның характерін беретін нәрсе. Бұл бүкіл образының жиынтығы деп. Сол экранға шықты, экранға шығып, бұны өкен тағы біреулер бірдеме десе, тіпті кәдімгі қазақ тілінде шыққандай болып тұрды. Сондықтан да кейде мынау көп жылдар қазақ шыққан фильмдерді ауылда қарапайым халықтар айтатын, ай, мына сендер орысты айтып қазақшалатып жібергенсіңдер. Өзі қазақ тіпті интеллигенцияның өзі, мынау тіпті өзі қазақ фильмде түсірілген нәрселер сияқты көрінеді ғой. Аудармаға тіпті ұқсамайды деп. Ол қасиеттің барлығы, ол құдіреттің бәрі сол Майра апамыздың жетегімен жүретін болатын. Міне бұлдай адамдар жаңағы өнердегі тұлғалық дәрежеге жеткен адамдар деп айтуымызға да мойындауымызға болатын нәрсе.